Қымбат телекөрермендер, әрине барша арулар қауымын біз де мерекемен құттықтаймыз. Сіздердің де қоңырауларыңызды күтеміз. Ал қазір біз қонақжай студиямыздың тағы бір мейманымен сіздерді таныстыра өтейік. Асқар Әмірбек. Бүгінгі осы негізі өзіңіз продюсерсіз. Продюсер әрі көпен келе жатыр осы агенттігінің директоры, продюсер орталығының директоры. Қош келдіңіз. Сонау Алматы қаласынан келі Әулиеата өңіріне келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте тамаша. Және де ең бірінші барша аналарымызды, қыз-келіншектерімізді, әпкелерімізді, қарындастарымызды 8 наурыз аналар мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Әрине 165 күн, бізде енді бір жылда 168 күн болса, оның енді бір күні өте аз. Мен түсінігімде енді аналар мерекесі күнде. Жақсы. Енді Асқар мырза, енді өзіңізді білеміз, Қазақстандағы тұңғыш асаба курсын ашып, бүгінде осы кәсіби асабаларды дайындау бойынша түрлі осы өздеріңіздің әр жерде болсын семинарлар өткізіп, арнайы сабақтарда өткізіп жүрсіз. Енді сіздің осы туралы білгіміз келіп отыр сізден. Айтып отырыңызшы, енді сізге қайдан келді бұл ой? Енді Қазақстанда тұңғыш асаба курсы, енді асабаларды дайындайтын мектеп бұрында болмаған мүлдем. Енді көп шығар, енді қазір сіздің өзіңіздің бір шәкірттеріңіз. Әрине енді Алматы қаласында біз енді 3 группаны, 3 топты оқытып шығардық, жалпы түлектерді. Жалпы дәл қазір өздеріңіз байқайтын болсаңыздар, қазақтың 20 ғасырдағы той мәдениеті кішкене құлдырап бара жатыр. Оған енді асаба қауымы көбірек кінәлірек деп айтсақ болатын шығар. Жалпы қазақтың біртуар азаматтары, белгілі жазушылары, мысалға Мұзафар Әлімбай ағамыздың кеше ғана дүниеден өткен Үмбетбай Уайдин ағаларымыздың бір тамаша сөздері бар. Той деген тәрбие орны дейді, тәрбие мектебі дейді. Сондықтан да біздің бүкіл ата-бабамыздан мирас болып қалған біздің қазақтың бүкіл салт дәстүрлерін біз енді насихаттайтын орын тек қана той болып тұр қазір. Тойдың үстінде. Өйткені өзіміз алып қарайтын болсақ, тек ағайын туыспен, таныстарымызбен, достарымызбен негізінен тойда немесе өлім жітімде ғана бас қосамыз, өкінішке орай қазір кезде. Сондықтан да біздің осындай қуанышымыздың үстінде және де той халықтың қазынасы дейміз, дәл осындай қазынамызды біз өзіміз насихаттамасақ, бір алты құрлық асып, бір американский шын мәнісінде насихаттамайды. Сондықтан да біз өзімізше қазақтың қазіргі той мәдениетіне үлес қосайық деген ниетпен және де қазақтың салт санасына сәйкес 21 ғасырдағы заманауи қазақ тойының форматын жасап жатқан жөніміз бар. Осы Жамбыл облысындағы Жамбыл өңірінің келіні, Жамбыл өңірінің осы біртуар азаматы, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы атамыздың келіні Зейнеп Ахметова апамызбенен бірлесе отырып, осы жаңа бір формат жасап жатқан жөніміз бар. Енді осы басқа да Алматы облысынан бөлек Қазақстанның өзге өңірлеріне де болашақта ашу жоспарда бар шығар. Жалпы біздің көпен келе жатыр деген орталық Қазақстанның қазір 7 өңірінде ашылған. Негізінен бізде Алматы қаласында өткізіп жатқанмен, бізден Қазақстанның түкпір-түкпірінен бізге келіп асабалықты үйренсем және де осы жаңа бір форматта меңгерсем деп келіп жатқан талапкерлер өте көп. Болашақтан Қазақстанның барлық өңірінен ашқан жөн көріп отырмыз. Осы кеше ғана осы Жамбыл облысынан, осы өздеріңіздің өңірлеріңізден біздің орталығымыздың филиалы ашылды. Жақсы, енді көпен келе жатыр. Атының өзі ерекше екен. Атының өзі адам елең еткізеді. Бұл атты қою қалай болды? Енді өздеріңіз білесіздер, Көпен Әмірбек деген кісіні. Бұрын көпен келе жатыр деген театр болған. Бәрі түсінбей қалады, кім келе жатыр деп. Көпен қайда келе жатыр деп па? Көпен келе жатыр деп түсініп қалады да, кім келе жатыр деп. Сонымен айтамын ғой, енді көпен келе жатыр десеңіздер, көпен келе жатыр десеңіздер бір жағынан дұрыс шығар деп. Өйткені кезінен көпен келе жатыр деген пародия театр болып құрылған, 90-шы жылдардың бас кезінде. Енді ол кісі менің әкем. Кейін енді біз осы орталықтың атына көпен келе жатыр деп ат қойып, осылай жұмыс жасап жатқан жөніміз бар. Жалпы негізгі мақсатымыз той мәдениетіне бір титтей де болса өзіміздің үлесімізді қоссақ деген ниет. Енді жалпы біз бір жағынан той ұйымдастыру орталығы болғаннан кейін біз енді жақсы той үйлеріне той ұйымдастырамыз.
жақсы бір көңіл күй сыйлай, мысалға той иелері сол үшін бізге ақша береді. Әрине. Мысалға, ал біз енді қазақтың тойына жалпы келген қонақтарға және де той иесіне не береміз деген сұрақты ойланамыз да шын мәнісінде. Мынау Джон Кеннеди деген бір сөз бар ғой, мысалға, елім маған не береді деген емес, мен еліме не беремін дегенді ойла деген сияқты. Сондықтан да біз әрбір асаба тек ақшаны ғана бірінші орынға қоймай, рухани құндылықтарды материалдық құндылықтардан жоғары қойған кезде ғана біздің қазақ тойының мәдениеті белгілі бір деңгейге көтеріледі деп ойлаймын. Өйткені Абай атамыздың сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел деген бір тамаша сөзі бар. Сондықтан да асабалар өзінің ішкі мәдениетін, өзінің жалпы зияткерлігін егер белгілі бір деңгейде өсіретін болса, көтеретін болса, тыңдаушылар да жалпы келген қонақтар да тойға бір белгілі бір ерекше бір шоуды, қазақтың бір ерекше бір көріністерін көруге келер хақ. Жақсы, енді жаңа айтып қалдыңыз, енді тұңғыш асаба курсы бүгінде осы 3 топты ұшырдық. 3 топ енді тәлім тәрбие алды. Бүгінде тағы да оқушылар бар сіздерде. Енді бұл осы сіздердің осы асаба курсын бітірген асабалардан енді қандай нәтиже беріп жатыр бүгінде? Енді өзіңіздің көңіліңіз толып жүр ма? Олардың той жүргізу мәдениетін көрдіңіз бе? Енді сізден оқып шыққаннан кейін қалай болып жатыр? Оқымаған асабаларға қарағанда енді курс бітіріп шыққан асабалардың қандай ерекшеліктері бар дегеніміз. Енді мен жалпы асаба курсында қандай сабақтар, қандай бағыт бойынша оқытады, соны айтып кетсем, ең бірінші бізде сахна тілі. Сахна тілі, сахна мәдениеті, сөйлеу техникасы, жалпы ең бірінші асабаның мүсіні түзу болу керек, және де дем алу жүйесі дұрыс болу керек, толық дем алу, тыныс алу жүйесін үйрену керек, одан кейін әрбір әріпті таза айтып үйрену керек. Одан кейін бізде аймақтық тойлардың ерекшеліктері деген сабақтар қамтылады. Өйткені Қазақстанның жер-жерінде тойдың белгілі бір деңгейде өту ерекшеліктері бар. Және де халал тойда қалай өтеді. Осының барлығы, және де асабаның имиджі, жүргізушінің стилі, қалай киіну керек, қалай жүріп тұру керек. Одан бөлек self-branding деген сабақ бар. Ол жерден де әрбір негізі ведущий, әрбір тамада өзінше белгілі бір деңгейде өзінше бренд болып қалыптасу керек. Ол үшін не істеу керек? Әлеуметтік желілерде қалай жұмыс жасау керек, және де қай жаққа жарнаманы берген жақсы, және де қай жаққа жарнама бергенде нәтижелік жоғары болады. Осының барлығын қамтамасыз қарастырамыз. Одан бөлек бізде мынау клиентпен жұмыс, клиентпен қалай сөйлесу керек, осының барлығы. Енді нақты айтатын болсақ, бізде келіп жатқандар, мысалға бізде мынау Кеңес одағында қалып кеткен түсінік, менің балам жақсы оқыса екен, жақсы бір жерде жұмыс жасаса екен деген еді. Бірақ ол баланың өзінің талап тілегі ескерілмей қалады. Сондықтан да басқа бір мамандықта, басқа бір бағытқа жұмыс жасауға кетіп қалады. Және де сондай мысалға келіп, сондай басқа техникалық мамандықтан келіп жатып, бізде үлкен нәтижеге қол жетіп жатқан жігіттермен көріп жүрмін. Той басқарып, қазақтың қуанышына үлес қосып жатқан жігіттер өте көп. Жақсы. Бүгінгі арнамызға келіп, осындай сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Әрқашанда қазақтың тойы бітпесін дегіміз келеді. Сізге сәттілік алдағы уақытта. Ал сіз өзіңіз осы ертең мереке, ертең енді барша әйелдер қауымының төл мерекесі, сол мереке қарсаңындағы енді өзіңіздің барша аруларымызға деген тілегіңіз болса, мархабат қане. Құрметті Жамбыл облысының арулары, мөп-мөлдір көздің арасын тараздан ғана табасын дейді. Енді әрине біздің қазақтың қыздары өте керемет, өте сұлу. Сондықтан да барша аналарымызды, біздің қыз келіншектерімізді, және де әпкелерімізді, қарындастарымызды халықаралық 8 наурыз аналар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Тек қана осы өздеріңіздің жарларыңызға, ағайын туыстарыңызға бақыт сыйлап, қуаныш күлкі сыйлап жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Жақсы, сізге де рахмет. Алдағы уақытта үлкен іс бастап жатыр екенсіздер. Тек қана сәтімен болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет сіздерге де. Үлкен жетістік тілейміз. Құрметті